Үндістерден шыққан сыған халқы немесе ұлты әлемнің барлық мекемелерінде шашылған, және әрбір елде оларды кездестіруге болады. Біздің Қазақстанымызда да олар аз емес. Бірақ олар көбінесе Еуропа елдерінде жиі кездеседі. Әдетте сыған халқы кедей әрі арам, әрдайым сыртта отырып садақа сұраумен күн көреді. Сәлем әлем, саяхат YouTube арнасына қош келдіңіздер. Қазір мен сендерге әлемдегі ең бір түрлі сыған халқы туралы 10 мәліметті айтып беремін. Ал кеттік. Сыған халқы Үндістаннан шыққан, және олардың тілі үндістердің хинди деген тіліне қатты ұқсас. Ғалымдар осы күнге дейін сығандар жер шарының барлық жеріне қашан тарап кеткенін білмейді. Мысалы, қазір сығандарды әлемнің әрбір ұшында кездестіруге болады. Тек бір Еуропада сығандардың саны шамамен 12 миллион. Сығандар арасында отбасыдан қуылу ең қатаң жазалау деп саналады. Ондай жағдайлар тек қана өте жаман қылықтардың кесірінен болады. Және заманауи сыған отбасылары көшпелі өмірді жаратпайды. Бірақ ежелгі сығандардың өмірлері көшпелі болған. Сіз сығандар арасында қысқа шашты қыздарды кездестіріп көрдіңіз бе? Ешқашан көрген жоқсыз деп сенімдімін. Өйткені осы халықтар арасында қысқа шашты қыз намыссыздықты білдіреді. Шаштарын алып тастайды, егер қызды отбасының қуатын болса. Сығандардың сүйікті тағамы пісірілген немесе қуырылған кірпі. Осы тағамды әсіресе польшалық немесе балтикалық елдердің сығандары ұнатады. Ежелгі уақытта сығандарды қуып жүргенде, олар орманға қашып кеткен сәттерде амалсыздан кірпі жей бастады. Содан бері кірпі олардың сүйікті тағамы болып қалды. Не десең де сығандар арақ шарапты көп ішпейді. Мысалы, олардың тойында ішіп алған мас сығанды кездестіру өте қиын. Олар норманы біледі. Тіпті әрбір тойда қонақтар мас болып қалмасын деп жас балалар кезекші болып қадағалап жүреді. Сыған қыздарының көйлектеріндегі қайырылған көпірме жиектері олардың кедей өмірлерінен қалыптасқан. Мысалы, көйлегі шаршап ескірген сәт, олар ескірген жерін кесіп тастап, басқа арзан маталарды қосып тігіп жүрген. Осы әрекеттері дәстүрлі киім-кешекке айналып кеткен. Сыған қыздары тұрмысқа пәк болып шығады. Бірінші некелік күннен кейін күйеу баланың туыстары төсек жаймада қан қалды ма деп тексереді. Тойдан кейін жас жұбайлар күйеу баланың үйінде оның ата-анасымен бірге тұрады, ал біраз уақыттан кейін өздері бөлек көшіп кете алады. Тек қана отбасының кенжесі ғана әйелімен бірге отбасыдан көшіп кете алмайды, өйткені ата-анасының жанында қалулары тиіс. Сығандардың алтынға сүйіспеншіліктері. Біріншіден, әйел адам ажырасып қалса, қандай да болмасын алтынмен қалады. Оны сосын сатып тастап кедей күн көрмей жүре аламын деп сенеді. Ал екіншіден, ақша құнсыздайды. Ал алтын үнемі мыңдаған жылдар бойы құнды болып қалай береді. Сыған халқында гипноз дағдысы жақсы дамыған, және осы іс-әрекеттерін өздері үшін пайдаға асырып, үнемі адамдарды алдап байып кетіп жатады. Сондықтан сығандармен сөйлесіп жатқан сәтте олардың көздеріне қарамауға кеңес беріледі. Сығанның тұрмыс жасы 14 жастан басталады. Кез келген мереке кезінде 14-ке толған әрбір қыз мереке аяқталғанға дейін би билеуге тырысады. Өйткені үйленбеген ұлдардың әкелері әлеуетті қалыңдықтарды таңдап мұқият қарап жатқанын біледі. 19 жасқа дейін үйленбеген қыз ескі қыз болып саналады. Және сығандар басқа мемлекеттің сығандарымен үйленбейді. Ал басқа ұлтпен үйлену туралы айтпауға да болады. Әзірге болды. Егер сізді кішкентай кезде сығандар ұрлап кетеді деп қорқытқан болса, лайк бас, және арнама жазылуды ұмытпа.